қарызды бай адам да кедей адам да алады. Бірақ кедей адам сол қарызын ойлай береді, уайымдай береді, кешке дейін сол үшін ұйықтамайды. Бүкіл ойының бәрі соны жабуда болады. Басқа нәрсенің бәрін ұмытып кетеді. Ол қарызды басқалардың алдында жақсы көріну үшін, немесе қандай да бір мошенниктерге алданып қалу арқылы алады. Ал бай адам дәл сондай одан бәленбай есе көп қарыз алады. Ол оны қандай да бір бизнесін бастау үшін, инвестиция жасау үшін алады. Осыны маған бір таныс бизнесмен кісі айтып берді. Менде қарыз өте көп, Айжан. Мен не үшін өз ақшама бизнес ашуым керек? Пусть мен банктың ақшасына ашайын, и мен сол нәрсені тұрақты түрде ай сайын просто келіп жабылып тұратындай етіп жасап қоямын деді. Түсіндіңіз бе? Бұл жерде үлкен ой жатыр. Анау кісі автоматически оның жабылатындығын дайын қылып қояды. Егер де сізде бірінші деңгейден екінші деңгейге өтіңіз келіп жатса, төменге плюс қалдырып парақшама тіркеліңіз.